Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен әрдайым үйіңізде жасалынатын самсалардан дәмі ерекше болып шығатын және өте қарапайым дайындалатын шашик самса жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға унымызды саламыз, тұзымызды саламыз және бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Біздің крошкамыз дайын болды. Енді айранымызға ас содамызды салып, қасықтың көмегімен араластырып саламыз. Және жұмыртқамыздың ауызын салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бізге дәл осылай жұмсақ қамыр қажет болады. Үстін жауып 15 минутқа алып қоямыз. Салмасында фарш, картоп, пияз, тұз, зира және қара бұрыш, ағаш, шпажкелер қажет болады. Өткішіміздің майда тісінен картоптарымызды өткізіп аламыз. Өткізіп дайындап алған картоптарымыздың суын сығып, фаршымызға саламыз. Ал енді майдалап турап алған пиязымызды саламыз. Тұз, зира, қара бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып дайындаймыз. Біздің салмамыз дайын болды. Қолымызбен формаға салып аламыз. Дәл осы массадан 10 штук шығады. Енді қамырымызды әдемілеп, дәл осылай рулет секілді формаға келтіріп аламыз және пышақтың көмегімен 10 бөлікке бөліп аламыз. Дайындап алған қамырларымызды бір шетке алып қоямыз. Енді жұқалау етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді фаршымызды дәл осылай ағаш шпажкеге жайғастырып, пышақтың көмегімен қамырымыздың екі жағынан 12-13 штук етіп кесіп шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей етіп төгіп алатын боламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салат, торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан оригинал рецепттер. Достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп төгіп аламыз самсаларымызды. Біздің самсамыз дайын болды. Енді тағы сіздерге бір рет көрсетіп шығайын. Дәл осылай етіп төгіп аламыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Енді пергамент қағаздың үстіне бірінен кейін бірін салып, әдемілеп жайғастырып аламыз және жаңағы алып қойған жұмыртқамыздың сарыуызына кішкене сүт құйып, жақсылап самсаларымыздың үстінен жағып, күнжітімізді сеуіп, әсемдеп аламыз. Қызып тұрған 200 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Ал біздің самсаларымыз пісіп шықты. Дәл осындай өте керемет болып шығады. Қонақтарыңызда таң қалатын болады. Міндетті түрде бір рет жасап көруге кеңес беремін. Дәмдері де өте ерекше болып шығады екен. Қамырлары да аузыңызда еритіндей өте керемет самсалар болады. Іштері де сочный болып шығады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша темешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көресіздер. Сау, сәлеметте болыңыздар.